Секілді елден ерек асыл дара, бар еді біз білетін масыл бала. Оты жоқ кеудесінде, отауы жоқ, 30-дан асып кеткен жасында да. Сабылмас жұмыс іздеп, сабырлы асқан, тілейді жайлы қызмет, тамыр достан. Көсіліп жатқанына көп болды оның, бір жұмыс екі қолға табылмастан. Ер болып жасамаған ерен еңбек, бұл иттің еркелігі не деген көп. Әркімге әке шеше жалынады, балама жұмыс тауып бере көр деп. Кәсібі мамандығы ұнапты оңай. Бір жерде жүрекен жұрт шыдап қалай, әйтеуір әуфірім деп жұмыс тапса ол артынша қайта шығар тұрақтамай. Сезбестен қатарынан қап қалғанын, күтумен басында зор бақ қонғанын, жеп жатыр ұятсыз ұл табақтай боп, зейнеткер анасының тапқан нанын. Деп бірақ күйіп кеткеннен жазған ғой мына өлеңді. Кім екенін білмедім, білсем қолын алатын емек қылдым. Жарайсыз деп. Мен де күйіп кетемді сондай. Қазіргі таңда өте көпті, бұл жақында жазылған өлең о, бұл бертінде, бұрын емес. Кім жазса да Алла разы болсын. Сондай табақтай боп әке шешесін тапқаннан жеп жатқан бойдақтарға жіберіңіздер. Тым құрыса жұмыс таппаса да үйленіп алсын. Иә. Сөзім жоқ айтарға. Аман болыңыздар.